Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың әлеуметтік желілеріне жазушылар. Бүгін 15 сәуір жерлесіміз, көрнекті жазушы, драматург, сыншы, аудармашы, қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы Сафон Шаймерденовтың туғанына 100 жыл толып отыр. Біздің бүгінгі эфиріміздің қонағы Манаш Қозыбаева атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Жанар Таласбаева. Сөз сізге беріледі. Рахмет. Құрметті қауым, Сафон Шаймерденовтың прозаның барлық жанрларына бірдей қалам тербеген көрнекті жазушы. Сафон Шаймерденовтың роман жанрына да, повесть жанрына да, сын жанрына, сонымен қоса драматургия мен аудармаға да қалам тербегені баршамызға белгілі. Ол әдебиеттің сан саласына өнімді жұмыс атқарғанымен, оның көркем прозасы, оның басты шығармашылық келбеті деп айтамыз. 20-шы ғасырдың 60-80-ші жылдары әдебиеттің идеялық, көркемдік, сыншылдық деңгейінің өсуіне мол үлес қосқан жазушы. Жазушы прозасының көркемдік әлемі өте кең. Қаламгер туындылардың ең алдымен рухани байлықты жырлағандығын, адамгершілікті мұрат еткендігін біз көріп отырмыз. Адам психологиясына терең бойлап, оның ішкі қайшылықтары мен сезімдік сырларын дөп басып, шебер суреттей білуде жазушы өте үлкен шеберлік көрсетті. Жазушының алғашқы ірі туындысы «Болашаққа жол» романы 1953 жылы жарық көрді. Кейін ол «Инеш» деген тақырыппен орыс тіліне аударылған болатын. Бұдан басқа да жазушының «Мезгіл», «Қағаш», «Жылқысы», «Ит ашуы», «Итабар жолы», немесе жаңа Сұлтанғазы бір табанан деген сияқты шығармалары өмірге келді. Әдебиет ел мен елді, халық пен халықты жақындастыратын алтын көпір деп айтсақ болады. Яғни Сафон Шаймерденовтың шығармаларының өзге тілдерге аударылуымен қоса, Сафон Шаймерденов өзі де басқа ұлттардың озық әдебиетін қазақ тіліне аударуда үлкен шеберлік көрсетті. Сол үшін де ол Қазақстан жазушылар одағының сыйлығын алды. Жазушы әдебиет пен өнердің астасқан жері драматургияда қалам тербеді. Оның юморлық, әзілмен жазылған драматургиялық шығармаларын айтатын болсақ, ол «Дөкей келе жатыр», «Төрт бойдаққа бір қалыңдық», «Мені ғана үйлендірмек болды» деген сияқты драмалық шығармалары оқырманның үлкен ықыласына бөлінді. Сонымен қоса ол республикалық сахналардың түспес ойларын көрсетілімдер келтірді деп бүгінгі мақтанышпен айта аламыз. Оның кейіпкерлері өте белсенді, білімді, өмірге құштар жандар. Адамның бойынан тек рухани тазалықты көргісі келген жазушы. Ал қаламгер тек қана шыншылдықты, ақиқатты, досқа деген беріктікті, сенімділікті шығармаларына арқау етті. Қаламгердің 1987 жылы жарық көрген эсселер мен естеліктерден тұратын «Ағалардың алақаны» атты кітабы баршамыздың былайша айтқанда қуанышымызға айналды деп айтамыз. Баршамыз оны сүйіп оқыдық, қолдан қолға жүріп оқыған эсселер жинағы, яғни кітабы болып табылды. Осы кітабына енген бір табаннан, «Жер керуен», «Қолтаңба», мысалы повестерді айтамыз. Бір табаннан дегеніміздің өзі 20-шы ғасырдың басында қазақ халқының басынан төнген үлкен қасірет, ашаршылықты керемет бір суреттеген, яғни бір ауылдың көрінісі арқылы, бір ауылдың оқиғасы арқылы өте нанымды да тракторды суреттеп берген тамаша шығарма деп айтар едім. Ана тақырыбы сонымен қоса қашанда әдебиеттің бірден-бір белгілі бекітілген тақырыптарының бірі. Осы тақырыпқа Сафон Шаймерденов деп айтты. Жазушы ана бейнесін сомдаған кезде оны әдебиетке жаңа қырдан әкелді. Яғни ол өзінің өміріне байланысты
шыққан туынды, яғни Сафуан Шаймерденов есте жасқа келгенде өзінің туған анасы дүниеден өтті. Осы кезде әкесі үйленіп, өгей анасы ананың орнына ана болады. Яғни өзінің бейсатты өгей шешесінің мейірімділігін, қайырымдылығын, оның үлкен жүректілігін осы бір табаннан әңгімесінде өте дамыды суреттейді. Және де ол оқырманның жүрек қылын тербететін шығарма деп айтар едім. Анасы мен баласының арасындағы аналық перзенттік махаббат өмірдің соңына дейін жалғасқан екен. Яғни бұл жерде өгей шеше бейнесін керемет биікке көтерген жазушы осы Сафуан Шаймерденов деп айтамыз. Себебі оған дейін өгей шеше қатал, қатыгез, өгей шешенің тәрбиесінде болған балалар бейшара, немесе қандай да бір қиындыққа ұшырап жүрген балалар есебінде көрінетін. Ал бұл шығармадан мүлдем басқа картинаны көреміз. Сонымен қоса жазушы өзінің басқа да тақырыптарға барған шығармаларын айтар еді. Мысалы, жылынбаған қызғалдақ, мезгіл, ине романдары өте сондай бір мазмұнның тартымдылығымен өзінің оқырманын баурап алатын шығармалар. Жазушы нені жазса да әр сөзін таңдап, талғап жазатын талантты жазушы, сарабдал жазушы. Бұл туралы Зейнолла Қабдолов өзінің шынайы пікірін білдірген болатын. Қаламгердің суреткерлік қабілетіне қатысты ойларымен бөліскен болатын. Яғни Зейнолла Қабдоловтың ойы бойынша, пікірі бойынша, Сафуан Шаймерденовте бір керемет парасаттылық бар. Өте мәдениетті жазушы, өте сарабдал, талғампаз жазушы деген баға берген болған. Қазақ прозаиктерінің қатарында кең мәдениетті жазушы атанған Сафуан Шаймерденовтың көркем шығармаларының образдары ерекше, әр алуан, түрлі типтегі характерлі кейіпкерлерді мінез ерекшелігімен, өздерінің тіл ерекшелігімен жан-жақты суреттеген. Сондай шығармалардың бірі Нәжінің талдайтыны болады. Бұл қаламгердің өнерге деген биік көзқарасын айқындайтын шығарма. Көркем шығармаға қойылатын талаптардың бірі ол тіл шеберлігі екендігі белгілі. Сафуан Шаймерденовтың осындай тілі мен стилі, ойы бәрі үйлесіп отыратын шығармалары өте көп. Оның «Ит ашуы» деп аталатын анималистік шығармаға жататын повесінде алсақ болады. Яғни бұл шығармасы арқылы жазушы Марфа деп аталатын иттің достыққа, уәдеге беріктігін, өзінің иесіне деген шексіз адалдығын суреттейді. Осы арқылы, ит арқылы, жануар арқылы адамның бойынан осындай бір тазалықты, осындай бір мөлдірлікті көргісі келетіндігін аңғартады. Яғни адамның екіаяқтылардың бойында, адамдардың бойындағыдай, немесе жағымпаздық, немесе бір жағымсыз оқиғаны көрсете көрмегендей болуы, немесе басқа да бір аяқтық қылықтардың иттің бойында болмайтындығын және болмағандығын көрсетеді. Яғни былайша айтқан кезде адамдарды оқырманның адалдыққа, шынайылыққа тәрбиелейтін шығарма. Оқыған кезде әрине оқиға желісі өте тартымды шыққан, бірден бір оқығаннан бірден оқылатын шығармаға жатқызамыз. Сөз жоқ, әрине Сафуан Шаймерденовтың «Ит ашуы» өз заманының шындығын тереңінен қозғайтын көркемдік кестесі келісті талантты туынды. Жазушының сонымен қоса «Жылқысы» деп аталған шығармасы да өмірден алынған. Ондағы балуан Битабар Елбаев деген атақты балуан жолаппен күрескен және ол күресе отыра онымен тең түскен өмірде болған адамның өмірі туралы пайымдайды шығармасында. Яғни бұл Битабар ұлттық характер. Туындыға бүгінгі көзбен пайымдай қарасақ, жазушының әрине бір-біріне кереғар феодалдық қоғамның да, социалистік қоғамның да көлеңкелі жақтарын сынайтын шығармасы болып табылады. Әрине жазушының шығармаларымен қоса оның азаматтық тұлғасын да біз
ерекше айтуымыз керек. Себебі сонау бір желтоқсан оқиғасында жастарымыздың қасірет шеккен қаһарлы жаңа қыстағы болған оқиғаны Сафуан Шаймерденов жүрегіне жақын алады әрине. Өзінің халқының алдында, өзінің елінің алдындағы борышы ретінде мынау шындықты шырылдатып бетке айтқан санаулы ғана азаматтарымыздың бірі осы Сафуан Шаймерденов келеді. Колбиннің өзіне сіз Қазақстанға қандай жақсылық жасадыңыз? Біздің жастарымызды мынау иттерге талатып, сандықтардың күректерімен ұрғызып, өлтіріп, айдап, құртқаннан басқа сіз қазаққа қандай жақсылық жасадыңыз? Сіздің есіміңіз ертең қазақтың жанында қалай қалады? Деген сияқты өткір шынайы шындықты бетіне айтқан осы Сафуан Шаймерденов. Сонау Қазақстан жазушылар пленумында 38 минут бойы сөйлеп, осындай шындықты шырылдатқан батыл буды қайсар жазушы деп айтамыз. Ана тіліне де ерекше мәртебе берген тұста, ана тілімізге де үлкен жанашырлық танытқан, осы қазақ тілінің мәртебесінің биік болуына өзіндік бір үлес қосқан жазушымыз да осы Сафуан Шаймерденов еді. Әрине, Сафуан Шаймерденовтың бұндай турашыл мінезін, ақиқатты, шынайылықты сүйетін мінезін көптеген өзімен қатарлас, өзімен замандас болған ақындар, жазушылар, қоғам қайраткерлері ерекше атап көбі естеліктерінде айтып отырады. Зейнолла Қабдолов та ерекше өзінің жаңағы естеліктерінде айтқан. Яғни науқаншылдыққа, науқаншылдыққа, ағаншылдыққа ұрынбаған қазақтың тек қана шындығын ғана жалау ту етіп ұстаған осы жазушы Сафуан еді деп айтқан болатын. Жалпы Сафуан Шаймерденов өмірде де, өнерде де жасандылыққа ұрынбаған. Ол лирик ақын, ол эстет лирик жазушы, ол эстет жазушы деген атаққа ие болған жазушы. Шығармаларының түр-көркемдігі де өз алдына бөлек әңгіме ететін тақырып. Қаламгер шығармалары тілінің тазалығымен, сұлулығымен, өзгешелігімен тартымды. Ол нені жазса да шынайы жазады. Қарапайым сөздермен жүрекке жеткізетіндей болып жазады. Шығармаларының кейіпкерлер бейнесі әр қырынан табылып, олардың образ жасаудағы түрлі сөйлеу ерекшеліктері қолданылады. Олардың мінезі, олардың киім киісі, жүріс-тұрысы, жалпы ойлау жүйесі әр алуан кейіпте көрінеді. Сафуан Шаймерденовтың шығармаларын әрине оқиық. Біздің көрнекті жазушымыз, халқымыздың қалаулысы Сафуан Шаймерденов Петропавл қаласының құрметті азаматы атағына ие болған жазушы. Туған жерінде өніп өсіп, білім алып, кейін азаматтық тұлғасы қалыптасқан нағыз шын талант иесі деп айтамыз. Сафуан Шаймерденов қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы, қазақ ұлтының ары мен нары. Және Серкес қырда сіздің мазмұнды да мағыналарын баяндамаңызға үшін алғыс айтамыз. Ал көрермендер, сіздерге назар қойып тыңдағандарыңызға рахметімізді айтамыз.